Армысыздар, құрметті достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тюльпан самса дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте ұнымызға сары майымызды салып, жақсылап үгітіп, песочный қамырымызды дайындап аламыз. Жақсылап екі қолмен араластырамыз. Енді жарты шай қасық тұзымызбен қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Ендігі кезекте қаймағымызды салатын боламыз. Енді жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қамырымызды илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 300 грамм фаршымызға пиязымызды қосамыз. Жақсылап оның үстіне картошкамызды қосып, енді тұзымызды және дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді тоңазытқыштан алған қамырымызды жақсылап жайып, бөліктерге бөлетін боламыз. Енді начинкамызды салып, самсамызды түйетін боламыз. Әдемілеп тюльпан етіп түйетін боламыз. Өте оңай, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Енді табамызға сары майымызды жағып алып, дайын болған самсамызды салатын боламыз. Енді дайын болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағатын боламыз. Оның үстіне енді күнжітімізді сеуіп, духовкаға 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.